Қазақ халық ертегісі. Ең қымбат байлық. Оқитын Байжанова Арайлым. 11 жас. Ертеде, ешкі жүні бөртеде. Қырғауыл жүні қызыл, құйрық жүні ұзын кезде, дәл біздің осы күнгі жалқау балалар сияқты сидам сирақ жастар өте көп болыпты. Әдетте жалқаулардың құрғақ уайымға көп салынатын әдеті ғой. Сондай жалқаулардың бірі: «О, жаратқан ием-ай, жарық дүниеге әкелген соң, дәулеті шалқыған бай етіп жаратсаң етті. Жалғанды жалпағынан басып, шалқып өмір сүретін жасында, ішсем тамаққа, кисем киімге жарамай жүрген түрім мынау», деп уайымдапты. Оның мұңын естіп алған бір ақсақал: «Ей қарағым, сен несіне қайғырасың? Байлықтың бәрі өзінде тұр ғой», депті. Ақсақалдың сөзін мені мазақтағаны деп түсінген жігіт: «Сіз қайдағы байлықты айтып тұрсыз?» деп ашуланыпты. Ақсақал ештеңе болмағандай сабыр сақтай отырып: «Шырағым, сен андағы екі көзіңді маған сатшы, мен саған қалағаныңша алтын күміс берейін». Жігіт ашуланып: «Екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтын күмісіңіздің қажеті не? Ондай байлығым өзіне». Әрі қарай 12 мүшесіне біртіндеп саудаласып, сұрай бастаған ақсақалға әбден ашуы келген жігіт: «Ат басындай алтын берсеңіз де ешқайсысын сатпаймын, өтіп мүгедек болар жайым жоқ», деп кесіп тастапты. Сонда барып ақсақал: ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Сен сияқты 4 мүшесі түгел адам бай адам. Оны ешқандай алтын күміске айырбастап ала алмайсың», деген екен.